бассейн бізде температурасы 27 градус. Достар, баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода көпшілік біздің оқырмандар сұрағаннан кейін біздің жобаларымызды көрсетейік деп шештік. Яғни жобаларымыздың бірі біздің фитнес-клуб World Class. Жүріңіздер, барлық нәрсенің бәрін сіздерге көрсетейін, айтайын. Жалпы біздің оқырмандар сұрады, сізде қандай жоба бар, таке және де жобаларыңыздың іштегі процестерін көрсетсеңіздер дегеннен кейін осы видеоны түсірейік деп шештік. Жалпы бұл фитнес-клуб World Class 27 жылдық тарихы бар, 102 қалада бар. Қазіргі таңда кешірім сұраймын, бір минут, бізде телефон звонап қалды. 102 қалада бар. Бұл московский бренд, яғни мәскеулік компания. Шымкент қаласына алып келгенімізге бізде қазіргі таңда 3 жылдай болып қалды. 2018 жылы 26 қыркүйек күні техникалық ашу күні болған. 6 октябрь біз бұны официально аштық. Осы жерде бізде не болған? Ашылу сарайы болған, мына жерде концерт болған. Жалпы мынау парковка, кейін видеода қазір біздің оператор сіздерге көрсететін болады. Так, мына велопарковка, құда қаласа бізге мынандай қоятын, андай темірлер сияқты, андай железный парковка дейді ғой. Бұл жас сондай парковкалар қою керек, құда қаласа. Жалпы қазір сіздерге фитнес-клубтың ішін көрсетеміз. Бұл фитнес-клуб біз 3000 квадрат қылып аштық. Бұл жерде бассейн бар, бұл жерде сауна бар, бұл жерде джакузи бар. Және де Шымкент қаламызға алып келгенімізге әлемдік компания өте дұрыс болды деп ойлаймын. Әлемдік компания өйткені біздің Шымкент қаласының мегаполисте дамып жатыр. Бұл әлемдік брендтерді қазіргі таңда біздің Шымкент қаласының тұтынушылары алған кезде барлық қалаға бара алады. Яғни ол Бишкек болсын, мен жақында, кстати, Бишкекте болдым. Достар, Қырғызстанда болған кезде бір нәрсені байқадым. Фитнес-клубтарда ешқандай шектеу жоқ. Қараңыздар, бізде қазір карантин уақыты болғаннан кейін бізде шектеулер қойды. Азанғы 9-дан кешкі 11-ге дейін. Мен бұл бойынша да тоже андай ойлаймын да, Бишкекте ешқандай шектеу жоқ, о жақта коронавирус жоқ, бізде коронавирус бар ма деген сияқты. Және де карантин кезінде фитнес индустриялар былай айтқанда қиналды. Неге? Өйткені абонемент адамдар сатып алады, өздеріңіз білесіздер. Бірақтан да карантин болғаннан кейін сіздер мысалы осы бірнеше айлар бұрын естеріңізде болса толықтай жабылды, иә? Мысалы барлық мекемелер жабылды. Фитнес-клубта абонементтер, тұтынушыларынікі заморозка тоқталды, яғни уақытша тоқталды. Яғни ол деген нәрсе фитнес-клубта абонементтердің барлығы шектеуге тоқталды. Ол үлкен минустардың бірі болды фитнес-индустрияға. Және де мен ойлаймын, кез келген ол бағанадай сәттілікке жеткісі келетін адам немесе былай айтады, успешный адам дейді орысша айтқанда, адамдар барлық фитнеспен айналысу керек. Біздің ресепшн, біздің қыздар, World Class. Так, қараңыздар. Так, мына жақта бізде расписание, барлығы бар. Қыздар бізде. Отдел продаж, сату бөлімі бізде, сату бөлімі. Мына жақта бізде барлық нелерді берілер. Яғни сүлгі дейді, сүлгіден барлығы берілер. Мына жақта бізде гардероб, және де спорт тауарлары, телевизор. Теледидарда барлық біздің роликтер, немесе біздің серіктестеріміздің жарнамалары көрінеді. Жалпы World Class фитнес клубы бізде 3 этаждан тұрады, және де бір қабат, ол астыңғы қабат болып келеді. Осындай мына қыздар жұмыс жасап жатыр. Қараңыздар, дизайн керемет, супер. Және де әрбір адам бізде специальный браслет бар, арнайы браслетпен өтеді, яғни әр адамды біз Face ID-мен өткіземіз. Егер де, қараңыз, мынандай браслет, бұл арнайы браслет біздің фитнес-клубтарда ғана бар. Бұл браслетпен адам кіреді, және де бұл браслетте барлық данылары сақталады. Яғни бұл браслетте бөлік басқа ешкім кіре алмайды, басқа адамның браслетімен. Достар, бізде 0-ші қабатта бұл бізде кафетерия, яғни біздің тұтынушыларға арналған таңғы ас, түскі ас, кешкі ас, және де диеталық тамақтар, ол орысша айтады, правильное питание сол орналасқан. Және де бұл жердің ең қызығы біздің
кішкентай детский фитнес осы жерде орналасқан кішкентайларға, және де кішкентайлардың ата-аналары осы жерден бізде тамақ жеп, панорамдық терезеден бассейнді көре береді. Және де теледидардан біздің мультфильмдерді көрсе болады. Так, бізде бұл жерде кафетериядан кейін бізде арнайы детский фитнес, арнайы детский клуб біздің кішкентайларға арналған. Достар, ең қызығы бұл 0-дық этаждың детский фитнестің өзінің саунасы бар. Саунасын қараңыздар, керемет. Арнайы біздің кішкентай балапандарымызға осындай керемет сауна бар. Достар, біз детский фитнестерге балалар ойын бөлмесіне келдік. Бұл жерде арнайы теледидар бар. Және де балалар өздерінің максималды түрде дамытады. Мына жақта бізде кестелер, ол кестелерді қазір сіздерге көрсетемін. Бұл кестеде бізде көптеген сабақтар бар. Және де спорттың түрлері бар. Детский фитнесте екінші бөлме, бұл балалар жаттығу бөлмесі. Бұл жерде барлығы Ресейден келген оборудование. Біздің кішкентай балапандарымыз керемет өшірде шұғылданады. Осындай керемет біздің детский фитнестің залы бар. Біздің тренерлар. Так, бұл бірінші қабат, бізде бірінші қабат. Мына жақта біздің тренерлар, барлығы біздің тренерлар. Жалпы бізде қазір таңда 70-ге жуық адам жұмыс жасайды. Өздеріңіз көргенде алда әйелдер бөлмесі, ар жақта бізде одан бөлек. Қараңыздар, еркектер, әйелдер бөлмесі бар. Одан бөлек бізде VIP, арнайы VIP-терге арналған бөлме бар. Ол әйелдер VIP бөлмесі, және де еркектерге арналған VIP бөлмесі бар. Мен оны кейін сіздерге видеода қазір парковкасын көрсетемін. VIP-терге арнайы парковка бар. Ол только біздің фитнес-клубта. Так, мына жақта бізде еркектердің бөлмесі. Былай қарап жүре беріңіз. Достар, видео ұнап жатса, және де сіз фитнес-клубтың тұтынушы болғыңыз келетін болса, комментарий жазыңыздар. Біз сіздердің араларыңызда бір адамға, былай айтқанда, гостевой визит сіздерге ұсынамыз. Яғни, өте жақсы позитивный комментарий жазған адамға. Қараңыз, фитнес-клубта көп адам мына жерде қателеседі. Көп адам абонемент алатын кезде ойлайды. Мен дейді, тренажерный залға абонемент алғаным тиімді деп ойлайды. Фитнес-клубқа қарағанда. Фитнес-клуб пен тренажерный залдың мен айырмашылығын айтайын. Тренажерный зал ол сіз аптасына 3 рет бара аласыз. Жүре беріңіз. Аптасына 3 рет бара аласыз. 15 000 теңге төлейсіз. Ол жақта сізде бассейн болмайды. Ол жақта сізде керемет раздевалка дейді орысша. Яғни киім шешетін бөлме болмайды. Ол жақта сауна, джакузи болмайды. Ал мына жерде сіз абонемент алған кезде сізде бірінші шексіз абонемент, яғни ол 1 жыл алсаңыз, күніне азанда 1 рет, кешке 1 рет келе аласыз. Және де сізде бассейн, джакузи, полотенце, халат, шампунь, сабын барлығын береді. Және де одан бөлек фитнес-клуб Worldcast-та 25-тен астам групповой сабақтар бар. Ол йога болсын, антигравити йога, бокс, тағы да басқа. Бізде ерлер бөлмесі, қазір оператор бір көрсетіп шығады. Осы жерден видео тоқтатамыз и келесі екінші қабатқа кетеміз. Достар, дәл қазір біз ерлер бөлмесінен шықтық. Оператор сізге көрсетті барлығын. Мына әйелдер бөлмесі, ерлер бөлмесі бассейнге сразу шығып кетеді. Және де біздің серіктестеріміз сіздерде бағанадай осындай керемет аудитория ұстағыңыз келетін болса, біздің Worldcast сияқты бізге жарнамаларыңызды берсеңіздер болады. Біз серіктестерімізді жарнама жасаймыз. Мына жерде бізде косметология, Камила ханым деген біздің мықты косметологтардың бірі. Осы жерде барлық біздің тұтынушылар, яғни клиент дейді ғой, барлық осы жерде демалады. Керемет. Осындай. Жалпы видео өте қиын болып жатыр. Неге? Өйткені біз ерлер бөлмесіне кіру өте қиын, әйелдер бөлмесіне кіре алмаймыз. Тарақтан амалы жоқ, біз қиын болса да сіздер үшін осы видеолар түсіріп жатырмыз. Қараңыздар, бассейнде бізде, мына жақта бізде арнайы душевойлар бар, Бізде мына жақта халаттар, барлық халаттар беріледі. Және де бізде хамам несі бар, бассейні бар. Бассейн бізде вообще супер бассейн. Қазақстанда ең күшті бассейндер бірі, өйткені бассейннің бізде температурасы 27 градус бір. Екінші, бұл жерде бізде ультрафиолет деген нәрсе орнатылған. Күніне бұл бассейнде бізде 8 рет тазаланады. Яғни тұрғыстепенше фильтрация тұр. Тереңдігі 1,8-ден 2,8-ге дейін 25-те 9 бассейн. Сондықтан да фитнес-клуб Worldcast-та абонемент алған кезде сіздерде бассейн болады. Барлық осындай ішкі процесстер сіздерге көрсетіп жатырмын.
мынау операторға қарама қарсы жер қазір сіздерге көрсетеді. Бұл бізде, яғни парилка. Суреттің ар жағын көрмейді, бірақтан да ол жақтан бізде көріп тұр. Бұл бағаны VIP бөлмелер. VIP бөлмелерде өздерінің арнайы парилкалары болады, яғни парлары, өздерінің душ, өздерінің барлық условиялары болады арнайы VIP-терге. Мына жақта бізде джакузи. Сейчас оператор былай түсіріп алсақ. Достар, бассейнде көргендей, біздің бассейн өте керемет. Неге өткені мен сіздерге айттым, арнайы ультрафиолеттер тұр, арнайы және де бұл жердің бассейннің тазалығы біз, достар, күніне 8 рет фильтрация өтеді дедік. Одан бөлек бізде қараңыздар, арнайы оборудование барлығы Ресейден келген. Және де бұл жерде бізде бассейнде сабақтар өтеді. Сіз абонемент алған кезде бұл сабақтардың барлығы сіздерге тегін болады. Групповой сабақтар. Тек қана жеке индивидуалды түрде тренермен шұғылданам десеңіз, ол кезде ғана сіз ақысын төлейсіз. Тренерлар профессионалды түрде сізге суды қалай жүзу керек деген үйретеді. Және де профессионалды түрде. Так, біз екінші этажға келдік. Екінші қабатта бізде қараңыздар, арнайы мынандай керемет нәрселер. Кейбіреу біздің тұтынушылар ақ келген, кейбіреулердің өзім шетелден ақ келген. Осындай керемет нәрсе бар. Мына жерде мына қараңыз. Бізде сертификат. Бұл сертификат қандай сертификат? Бұл біздің тренерлар, яғни мен айтқандай, біздің барлық тренерлар Мәскеуде оқып келген. Және де тренерлардың барлығы арнайы біздің университетті бітіреді, сөйтіп бізге келеді. Және де біздің тренерлар жыл сайын аттестация тапсырады. Сөйтіп өздерінің дәрежесін көтереді. Олеська Кристина деген біздің тренер йогадан. Және де бұл видеоның ерекшелігі, бұл видео өте қиын болып жатыр, өйткені тұтынушылардың барлығы клубта қазір таңда. Қараңыз, бізде мына жерде ақпараттық тақта. Барлық ақпараттар бар, клиенттердің, яғни удобствосына дейді ғой, барлық жазылған. Мысалы, массаж бар, қазір көрсетем, және де барлық бөлмелер жазылған. Бізде ақпараттық тақта. Мынау бізде арнайы теннис. Бұл теннисті бізге өзіміздің тұтынушымыз сыйлады. Яғни біздің тұтынушымыз сыйлап, осындай керемет бізге теннис қойып қойды. Так, біз сіздермен қазір сайкл бөлмесіне кіреміз. Бұл студия сайкл деген біздің осы World Cup фитнес клубындағы екінші қабатта орнатылған. Сайкл деген не ол? Сайкл, студия сайкл. Студия сайкл. Қараңыздар достар, одан бөлек бізде сулар бар. Біз фитнес клуб World Cup-тағы тұтынушыдан ақшаны сұрағанды онша ұнатпаймыз. Сол үшін бізде барлық зонада сулар тегін. Так, бізде бұл студия сайкл, яғни бұл жерде біздің бүкіл тұтынушыларымыз шұғылданып, велотренажермен. Бұл тренажердің барлығы бізде профессионалды деңгейде, және де бұл ең қызығы, ең ерекшелігі бұл велотренажердің бұл итальяндық, яғни Technogym бренд. Technogym бренд, сіздер оны интернеттен зерттеп көріңіздер, әлемдегі ең күшті оборудованиялардың ішіне кіреді. Бірінші, екінші бұл Technogym итальяндық премиалды сегменттегі оборудование, яғни премиальный оборудование. Ең қымбат оборудованиялардың біріне кіреді. Және де қараңыздар, бұл жерде біздің елбасымыз осындай Technogym оборудованиесімен шұғылданады. Сол себепті осындай керемет оборудование шұғылданамын, осындай фитнес клубпен шұғылданамын десеңіз, World Cup-тан ақсаңыз болады. Жалпы бұл өте ыңғайлы, және де бұл жерде сіздерде студия сайклы қараңыздар. Так, қазір аяғым салайын. Жалпы қараңыздар, бұл жерде барлық скоростар көрінеді, қаншамен кетіп баратқаныңызды, және де бұл арнайы адамның азуына, және де өзінің фигурасын шығуға көмектеседі. Сіз мынау киноларда көресіздер ғой, киноларда андай музыкамен, бір атмосферамен болады ғой, дәл осындай атмосфера World Cup фитнес клубында болады. Сол себепті мен ойлаймын, осындай керемет оборудованиемен, керемет осындай атмосфераны қалайтын болсаңыз, міндетті түрде фитнес клубқа келіңіз. My Wellness деген арнайы программа бар, мына жерде жазып қойғандай. Бұл программа және де былай браслетпен жұмыс жасайды. Барлық сіздің данныйларыңызды осы оборудование қанша жүрдіңіз, қанша жүгірдіңіз, соның бәрін көруге болады. Мына жерде бізде тренер отырады. Мына жақта бізде проект, барлық проектте бізде жүгірген форматтарды көрінеді.
екінші этаж, екінші қабаттағы сайклды айтып болдым деп ойлаймын. Енді екінші қабатта басқа да бізде групповой бөлмелер бар, жалпы 5 бөлме бар. Соның барлығын сіздерге көрсетейік. Достар, бұл бізде боксқа арналған жаттығу бөлмесі. Мына жерде көргенде өздеріңізде ринг, яғни ринг бізде профессионалды деңгейде орналасқан, және де грушалар барлығы бізде арнайы профессионалды түрде алынған. Бұл жерде бокстан бөлек бізде арнайы антигравити йога деген бізде сабақ өтеді. Антигравити йоганы қазір біздің барлығы специально жасалған, карантинге байланысты 1,5 метр барлығы. Яғни расстояние. Мына жерде бізде ринг арнайы жасалған. Арнайы оборудование беріледі, перчаткеге де біз береміз толықтай, және де сізді арнайы тренер үйретеді. Жалпы осындай атмосфера супер. Достар, біз екінші қабаттағы үшінші бөлмеге келдік. Ол бөлме бізде арнайы кішкентай балдарға арналған, және де ол бокспен шұғылданады. Біздің тренер, жасыте. Пойдемте. Так, қызметкерлер бөлмесі, бізде зал, жеке жаттығулар бөлмесі. Бізде арнайы жасалған. Ассалаумағалейкум. Бағана көргендей, бізде бұл жақта Нұрекең Нұрмахан Шеналиев, біздің бокстан тренер, яғни таэквондодан болмаса кішкентайларға арналған арнайы біздің тренер. Және де одан бөлек, балдардан бөлек ересектерге бізде бокстан үйретеді. Бокстан жалпы 2 тренер үйрететін. Екінші қабатта сіздер көргендей, бағана 5 бөлме бізде групповой. Сізге сайкл бөлмесін көрсеттім, одан бөлек бокс бөлмесін көрсеттім, және де Les Mills клубын бөлмесін, және де жеке жаттығулар бөлмесін көрсеттім. Одан бөлек қазір бізде не болып жатыр, сабақ болып жатқан, бұл 5-ші бөлме бар. Ол жерде бізде стретч бағдарламалар өтеді. Стретч деген не ол? Стретч деген нәрсе сіздің растяжкаге нағылады. Былай айтқанда, растяжка жасайсыз. Стретч дегенді көріңіз. Мен шыны керек өзім фитнесші емеспін. Бірақтан да стретчқа мен баруыңызды сізді кеңес беремін. Бізде арнайы баланс. Мына жерде барлық бізде адамның данныйларын, яғни тұрған кезде бойын өлшеп аламыз. Чтобы тренер сізбен жұмыс жасау үшін жеке. Стретчқа келіңіздер, кеңес беремін. Өте супер жаттығу. Осы жерде бізде стретч және де жеке индивидуалды түрде өтем десеңіз, осы жерге өтсеңіз болады. Достар, екінші қабатта бағана айттым, 5 бөлмеден бөлек бізде арнайы, яғни әжетханалар бар. Одан бөлек бізде ең маңызды нәрсе, яғни комната для совершения молитвы, намазхана. Қазақша айтқанда бізде намазхана бар. Іште қазір бізде намаз оқып жатыр. Сондықтан барлық біз тұтынушыларымызды ойлаймыз. Место для вашей рекламы дейді, яғни жарнама берем десеңіздер, осындай арнайы жарнамалар бар. Үшінші қабатта кетейік, үшінші қабатта ең қызығы болады. Мына жерде барлық бізде тренерлар барлығы айтқандай өте сыпайы, сол себепті нағып жатыр, амандасып жатыр. Қараңыздар, біздің тренажерный зал, техноджим оборудование, 600 квадраттан астам, одан астам не керек. Жалпы мен өзімнің продукттарын бәрін естіп мақтаймын, сол себепті шынайы бұл жарнама деп айтсам да болады. Арнайы оборудованиялар бар бізде, барлығы арналған. Сбербанк біздің серіктестеріміздің бірі. Жалпы осындай. Достар, бұл үшінші қабат бізде. Бұл үшінші қабатта бізде тренажерный зал орналасқан. Барлық оборудование бұл жерде бізде. Техноджим итальяндық премиальный сегментте. Достар, жалпы үшінші қабат осымен бітті. Бізде осындай керемет атмосфера бар. Жалпы Шымкент қаласында мынандай керемет бізде оборудованиялар жоқ. Только бұл World Class фитнес клубында бар. Итальяндық, техноджим, және де специально осындай жасалған скорт барлық көріп тұратындай. Спортпен шұғылданайық, достар. Сол себепті баршаңызға сәттілік.
достар, біз сату бөліміне келдік. Біздің фитнес клуб Worldclass-тың сағат 7 болып қапты. Өкінішке орай көптеген басшыларымыз кетіп қалды. Бірақтан да біздің красавчик бір менеджер бар, Рахат деген. Рахат жұмыс деген. Рахат, қалайсың? Ассалаумағалейкум, рахмет, жақсы. Жұмыс жай ақырындап болып жатыр. Керемет. Жалпы сату бөлімінде жұмыс істеген қалай, өзі адамдар қандай сұрақтар қояды? Жалпы мына продукт саған өзінің көңілінен шығады ма, шықпайды ма? Енді әрине көңілінен шығады, бірнеше жылдан бері жүрсің, бірақ та жалпы қалай деген өзі айтып өтсең. Енді жалпы продукт фитнес деген ол өте тамаша нәрсе. Адамға денсаулық беру, адамдар тренировкадан кейін жаңағыдай жақсы нәтижемен демалып шығады. Тем более продукттың ішінде тренажерный зал, бассейн, релакс жасайтын барлық условия барлығы бар. Оның ішінде групповой сабақ дейміз, тренажерный зал, бассейн, соның бәрі бір жақсы. Адамдар шаршаған тастап, тек жақсы оймен шығады. Не айырмашылығы бар? Мысалы, адамдар, клиенттер келеді ғой, бізде сұрайды ғой, мысалы, абонемент, мысалы, тренажерный залмен или басқа фитнес клубтың не айырмашылығы бар деп. Соны біздің оқырмандарға айтсаңыз, бізде ішін көрсеттік, сіздің ауызекі сөзіңіз. Бізде енді біріншіден бұл үлкен фитнес клуб, аты өзі айтып тұр, фитнес клуб, бөлек көп жерлерде бөлек тренажер болады, бөлек бассейн. Бұл жерде бізде комплекс болады да, барлығы ішінде. Сосын бұл жерде бізде ең мықты программалардың өзі бар, фитнестің групповой сабақтарының, ол Less Means деген программа. Ол дүние жүзіндегі ең мен деген программалардың бірі болып есептеледі. Новозеландиядан шыққан, соның ең мықты бір программалар бар. Body Pump деген сол программасы бізде книга рекорд Гиннесқа кірген, СНГ бойынша Worldclass-та ғана бар, патент соны қояруға. Бізде соны ең мықты профессионал тренерлер жүргізеді. Былай енді клиенттердің өздерінен өзі сұраған кезде групповой сабақтар ең мықты біз осы Worldclass-та деп жаңағыдай обратно естіп жатамыз, отзыв естіп жатамыз клиенттерді. Өте жақсы, сол қуанышты. Тренажерный зал, мысалы, ол жерде бассейн жоқ, мақұл, иә? Тренажерный зал көп қой бізде қаламызда. 5 мың теңге, 20 мың теңге, сонымен Worldclass-ың не айырмашылығы? Жалпы фитнес клубтың не айырмашылығы? Енді айырмашылығы бір жағынан бұл жерде комплекс, жаңа алдында айтқандай, және тренажерный залдың өзінде, мысалы бізде ең мықты оборудование, ол Техноджим итальянский бренд, дүние жүзіндегі ең мықты оборудованияның бірі. Оны қарапайым сөзбен айтқан кезде, мысалы жаңағы телефонмен салыстыратын болсақ, iPhone бар, Samsung бар, Oppo дегенде басқа маркалар көп қой. Сол сияқты ол iPhone-ның бір түрі сияқты да, ең мықты брендтердің бірі болып есептеледі. Ал одан кейін групповой сабақтар, адам абонемент алғаннан кейін бізде безлимит болып есептеледі. Ол тренажерге барғысы келе ма, групповойға барғысы келе ма, сосын жаңағы бассейнге түскісі келе ма, ол өз еркісінде. Комплекс барлығына кіре береді. Плюс еще бізде барлық условия істелген, жаңағы джакузи да бар, гидромассажы, финский саунасы, хамам, халат, полотенце, гель для душа, шампунь, ауысуына дейін бізде бәрі беріледі. Өте тамаша да енді. Условия клиенттер барлық жасалған. Және де біздің тұтынушылар, құрметті оқырмандар, Шымкенттен алған абонементтер, егер де сіз Алматыға, Астанаға, қонаққа барсаңыздар, кіре беруге болады. Бірақ ол жақта ограничение бар, иә? Иә, ол жерде енді сөз айтар кететін болсақ, Worldclass бұл сет дүние жүзінде. 100-ге жуық клубымыз бар қазір уақытта СНГ бойынша. Сол клубта бізде әр клубтың арасында международный договорымыз бар. Егер де сіз біздің Worldclass-тың мүшесі болғаннан кейін, әр қалада 4 бассейн жасауға болады. Ол тек қана Қазақстанда емес. Ол қай жерде, Бишкекте болсаңыз да, Москвада, Петербургта қай жерде болсаңыз, қай жерде Worldclass бар, соған 4 посещение жасай аласыз. Қонақ ретінде, мысалы, жұмысыңыз командировкамен байланысты болса, басқа қонақ барған кезде тренировкаңыз үзбей, барып кіріп шығуға болады. Өте жақсы мүмкіндік. Жалпы біздің оқырмандарға кеңес бересіз, келуге Worldclass-қа? Кеңес міндетті түрде беремін. Өйткені біріншіден жаңа жоғары айтылғандардың барлығына сүйене отырып, барлығы жағынан жақсы. Тек қана бұл өзіңізге байланысты, өзіңіз денсаулығыңызды жақсартуға, денсаулықтан кейін уже адам духовно демалып жүрді да, соның барлығы бұл жерде жақсы. Сіз бағана айтып жатсыз, клиент жағынан, жалпы жұмыс жақтан басқа біздің оқырмандар, мысалы, мен топ 5 мамандығын салдым YouTube-қа да, қандай мамандықтар бар. Ол жерде мен сату бөлімінде былай айтқанда, оқып жүріп жұмыс істеуге болады деген сияқты сату бөлімінің менеджер ол қызық жұмыс деп айтты. Менің өз ойым. Енді әрине ол оңай жұмыс жоқ, бұл да жұмыс қиындықтардың бірі. Бірақтан да біздің оқырмандарға сату бөліміне кіруге кеңес бересіз ба? И қандай бағана жақсы жағы бар, қандай қиындықтар бар? Қиындықтар болады, әртүрлі адам сұрайды, мысалы айтасыз ба? Өзіңіздің былай айтқанда эмоцияңызбен бөліссеңіз.
Енді сату бөлімінің жұмысы, оның жаңа айтқандай екі жағы да бар. Плюсы да бар, минусы да бар. Плюс жағы ол адамдармен жұмыс істеу, тіл табысу, минус жағы да адамдармен жұмыс істеу. Өйткені дүние жүзіндегі почти барлық нәрсе қазір саудамен байланысты, и продажа жағынан адамдар всегда керек болады, мамандарды жақсы. Бұл жерде енді біздің именно фитнес-клубтағы жақсы мүмкіндік жұмыс істеу, ол адамдармен тіл табысу, жақсы мықты контингентпен сөйлесу, өзіңнен жоғары, мысалы, ол кісілер көбісі жетістікке жеткен, олардан тағы да достасып, опыт жинасып болып, атмосфера, жолдас болып алып, мысалы да, сол араласуға жақсы, тамаша. Одан кейін енді сәл қиындықтауы, енді бұл жерде адам-адаммен жұмыс істеу ең қиын нәрсе. Енді былай есептеп қарайтын болсақ, сатуда адаммен сөйлесу, тіл табысу, оның потребностін білу, мысалы да, соның барлығы. Кейбір адамдар келеді, тек тренажер сұрайды, мысалы, оған сұрай келе, оған басқа нәрсе керек екен, мүлдем. Соның барлығын жұмыс істеу, менеджердің сол міндеті да, жұмысы ойлап жағында бәрін іске келтіру. Керемет, рахмет Рахат, рахмет, көп бізге ақпараттар берілді. Достар, жалпы негізі сату бөлімінде жұмыс істеу өте қызық, және де әрбір ол кәсіпкер болсын, сіз кәсіпкер болғыңыз келсе де, компанияның директоры болсаңыз да, сату бөлімі керек. Сол себепті сіз егер мамандық таңдамай жатсаңыз да, сату бөліміне келсеңіз болады. Дұрыс па? Сол себепті мен ойлаймын, осы бүгін бізде фитнес-клуб ортасының жобасы қызық болды деп ойлаймын. Рахат бізге ақпараттар берді. Сол себепті міндетті түрде спортпен шұғылданыңыздар. Әрине мен фитнесші емеспін. Жалпы орыстар айтады, сапожник без сапог дейді, Рахаттан фитнесші емес. Сол сияқты спортпен шұғылданыңыздар. Егер де осындай видеолар ұнаса, басқа біздің жобаларды көргіңіз келетін болса, іштегі процесстерді міндетті түрде комментарий жазып кетіңіздер. Мен бағана айтқандай, комментарий ең жақсы жазған, және де комментарийлерді рандомды таңдаймыз. Сол адамға, бір адамға бізбен Рахаттың артынан бір адамға гостевой визит береміз. Дұрыс па, Рахат? Тамаша, гостевой визит бізге негізі бір гостевойдың өзі айта кететін болсақ 12 000 теңге, ол сізге сыйлыққа бұйырады. Сол себепті міндетті түрде комментарий жазыңыздар, және біздің каналға тіркеліп лайк қойып кетіңіздер. Сіздермен болған Тұран Абжанов.